Бауыржан Момышұлы. Және бұл жерде аты айтылып тұрғандай ұшқан ұя туралы, Бауыржан Момышұлының отбасы туралы, тәрбиесі туралы және әжесі мен атасының қарым-қатынасы туралы, әкесінің даналығы, әкесінің мінезі туралы, ал әжесінің мейірімі мен қамқорлығы туралы айтылған. Ал сен бұл туралы не білесің? Біз бұны отбасымызбен оқыдық қой. Мен бұл шығармамен таныспын. Және Қарлығаштың құйрығы неге ертегісін жатқа білем. Бұл ертегі де бұл шығармада айтылған екен. Мадина, Ардана, мынау Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген кітабы. Бұл «Ұшқан ұя» кітабында Бауыржан Момышұлы атауында айтып тұрғандай өзінің өскен өнген отбасы туралы жазады. Және де сол отбасы туралы ғана жазып қана қоймай, қарапайым қазақ ауылындағы болашақ батыр тұлғаның қалай дамығаны жөнінде айтып өтеді. Әсіресе бұл кітаптың ішінде әжесі Қызы Тумас әжесінің оның шешен сөйлеуіне көп әсер еткені туралы айтып өтеді. Мысалға, ол былай дейді: әлдисіз әженің ертегісін тыңдамай өскен бала керең және де махрум болып қалуы мүмкін. Өйткені ертегіде әдеби әлдиде қазақтың құлағына сіңіретін әдемі сөздер, көне сөздер жазылған. Сондай-ақ балам, менің де айтқым келетіні туралы кез келген әкенің арманы. Бауыржан Момышұлының әкесі бұл кітапта әкесі туралы жазады. Әкесі өмір бойы жалғыз атты болса да, ешқашан ешкімнен қол жайып, көмек сұрамаған, ешкімнің алдында өзінің кеудесін төмен түсірмеген. Сол себептен де ойлаймын мен, Бауыржан Момышұлы өздерің білетіндей халық қаһарманы болған, сондай әкеден тәрбие алған. Сондықтан да балам, мына кітапты оқысаң, бұл кітапты оқып отырып, өзіңнің әжеңді, атаңды да елестете аласың, және де менің саған сендерге айтып жүрген тәрбием туралы толыққанды білуге болады. Кез келген адам отбасын құру үшін, мемлекетте, осы қоғамда ұлы тұлға болу үшін кез келген адамның оқу керек кітабы бұл әрине Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы деп ойлаймын. Оқып, біліп, сосын маған өзінің алған әсеріңді айтсаң, қуанып қаламын. Бауыржан Момышұлы Kazakh Poetry and Heroes. These books about the Bauurjam Momышұл's life. And reading these books, I know, you know, life still in our visit, in our city, and about family life.